Қаламыз қоқыстан арылу үшін бірге атсалысуымыз керек. Бұл жауапты мамандардың тұрғындар үшін жаттанды болып қалған сөздерінің бірі. Иә, қала тазалығына әр тұрғын жауапкершілікпен қарағаны дұрыс. Дегенмен шаһарымызда шашылып жатқан қоқыс қалдықтары 100% қала тұрғындарынікі дегенге сенесіз бе? Бір естігенде жергіліктілердікі болмағанда кімдікі деуіңіз мүмкін. Алайда Жаңақала мөлтекауданындағы қолдан жасалған қоқыс полигонын көріп, олай ойлауыңыздың өзі қате екенін түсінесіз. Иә, бұл расымен киелі шаһарымыздың Жаңақала аумағы. Жанына бара қалсаңыз, адам бойынан биік болып төгіліп жатқан құрылыс қалдықтары. Байқағандарыңыздай, үйінділердің бәрі жүк көліктермен тасымалданған. Сөзіміз себепсіз қалмасын деген мақсатта айтылған маңға бас бұрып, қала тазалығына бей-жай қарайтын қоқыс тиеген жүк көліктерін күттік. Күткен еңбегіміз зая кетпеді. Қоқыс төгіп шаңдатып келе жатқан жүк көлігі бізді байқағаны ма, әйтеуір шаңын ілестірмей ізін суытты. Міне, осылайша қала аумағындағы заңсыз қоқыс үйінділерінің басын бастап тұрған ең ірі қоқыс полигонында таптық. Кім білсін, бұл да соң емес шығар. Не де болса, Таза Қазақстан акциясының киелі Түркістан топырағындағы қарқынына көш етті. Бұл менің қоқыссыз қалам Түркістан. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.